Басқалар істемейтін, бірақ бай адамдар істейтін бір ережені білесің бе? Олар ерте қимылдайды және бірнеше қарапайым ережені ұстанады. Бүгін сол туралы сөйлесеміз. Көп адам бір сценарийдің айнасында өмір сүреді. 20 жасқа дейін білім алады. 20-30 жасында жақсы жұмыс іздейді. 30-40 жасында ақша табады. Тек 40-50 жасында инвестицияға көңіл бөледі. Ал бай адамдар бұл туралы әлде қайда ертерек ойланған. Тіпті біздің жасымызда. Бұған көп нәрсе байланысты. Бірінші ереже жүйелі түрде жинақтауға ақша бөліп отыр. Кез келген кірістің 10% инвестицияға. Бұл қарапайым формула. Тағы 10% аяқ асты болып қалатын жағдайларға, қолыңа ақша түскен бойда 20%-ын алып қой. Іш пыстыратын сияқты, бірақ тура осылай капитал жиналады. Екіншісі сабырлы болу керек. Жетістікке жеткен инвесторлар апта сайын акция сатып алып, сатып жүрмейді. Олар сатып алады да жылдар бойы сақтап тұрады. Дивидендтерді пайыздарға алып, көбеюін күтеді. Бастысы бүкіл тапқан табысты қайтадан салады. Бұл қайта инвестициялау деп аталады. Бұл жерде күрделі пайыз деп аталатын ғажайып орын алады. Қарапайым тілде түсіндіріп көрейін. Мысалы, сен 10 мың теңге салдың. Одан 10% пайда көрдің. Бұл 1000 теңге. Сонда сенде 11 мың теңге бар. Келесі жылы пайыз 11 мың теңгеге есептелінеді. Бұл дегенің 1100 теңге. Нәтижесінде 12100 теңге. Солай әр жыл сайын пайызға есептеле береді. 20-30 жылда бұл кішкентай сома қомақты қаржыға айланады. Эйнштейн күрделі пайыз құралын әлемнің 8-ші кереметі деп атаған. Соңғысы, барлық жұмыртқаны бір себетке салма деген бар. Естіп пе едің? Бұл диверсификация деп аталады. Дұрыс айтасың. Уоррен Баффет сияқты инвесторлар ақшаны бір емес, бірнеше компанияға салуға кеңес береді. Ол үшін индексті қор ойлап тапқан. Бірнеше компанияның акциясы бір себетте. Apple, Microsoft, Amazon бәрі бір жерде. Біреуі құласа, екіншісі өседі. Яғни сен жалпы экономикаға ақша саласың. Бірнеше компанияға инвестицияға ақша салып, қайсының жолы болады деп күтпейсің. Қауіп аз, тұрақты даму. Демек, бай адамдардың айлығы көп деген қате пікір ғой. Басты құпия олардың ертерек қимылдап, қорқақтамағандығында. Аз ғана ақшамен тап қазір бастауға болады. Біздің жасымызда уақыт ол үлкен актив.